Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін біз сендермен 2-ші сыныптың қазақ тіліне арналған сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Сабақтың тақырыбы сезім мүшелер туралы не білеміз? Я әрпінің жазылуы. Сабақтың мақсаты қазақ тіліндегі я әрпіне байланысты ережелерді білу, я әрпі бар сөздерді дұрыс жазып үйрену, адамның дене мүшелеріне қатысты ақпараттармен танысу. Балалар, мына бейнебаянға назар аударайық. Алина, сен аягөз сөзін қате жаздың. Неге? Сонда қалай жазылады? Сен бұл сөзді дыбысталу бойынша жазыпсың. Я әрпінің өзіне тән жазылу емлесі бар. И, а дыбыстары естілгенімен я әрпі жазылады. Я қосарлы дауысты дыбыс. Демек, аягөз сөзінде 5 әріп 6 дыбыс болғаны ғой. Дәл солай. Қатемді түзеткеніңе рахмет, ана, енді біліп жүрем. Білгенің жөн. Берілген ақпаратты қысқаша жеткізудің бір тәсілі постер құрастыру. Постер құрастыру үшін суреттер қолданылады. Тақырыпқа қатысты сөздер немесе сөйлем жазылады. Құттықтау. Мерейтойларда, туған күнде, маңызды мерекелерде және тағы басқа жағдайларда жолданатын хаттың бірі. Құттықтауда хат жолданатын адамның аты жөні, мәтіні, хатты жолдаушы адамның аты жөні жазылады. Нұсқаулықта бұйымды қалай пайдалану керек, немесе қимылды, әрекетті қалай орындау керек екендігі туралы жазылады. Оқушылар, есімізге сақтап жүрейікші үнемі. Сөзде и-а дыбыстары естілгенімен, жазуда олардың орнына я әрпі жазылады екен. Мысалы, мая, сая, аяқ, аяқ деген сөздерінде и-а әрпі естілгенімен, я әрпін жазады екенбіз. Сонымен, сөздегі и әрпінен соң а жазылмайды, я жазады екен. Мия, ақия, әлия, и-а дыбыстары естілгенімен, я әрпін жазамыз. Я әрпі қосарлы дауысты дыбыс екен. Жаңа ережелермен таныс болдық, енді жаңа мағлұматтармен танысайық. Адамның дене мүшелері. Адамның дене мүшелеріне көз, мұрын, ауыз, құлақ, қол, аяқ жатады екен. Бір күні осы дене мүшелер таласқа түсіп қапты. Таластың себебін білу үшін мына тапсырманы орындауымыз керек. Мәтінді мәнерлеп оқиық. Дене мүшелердің таласы. Бірде дене мүшелері өзара айтысып қалыпты. Айтысты аяқ бастапты. Одан соң қол, құлақ, көз өз пайдалары туралы айтыпты. Ең соңында мұрын тұрып былай дейді. Адам үшін мен пайдалымын. Мен болмасам адам иісті сезе алмас еді. Сол кезде адам бәрін ортаға шақырып былай дейді. Босқа дауласпаңдар, адам үшін бәрінің де пайдаларың бар. Аяқ болмаса, адам баратын жеріне жете алар ма еді? Қол болмаса, адам тамақ ішіп, және әртүрлі жұмыстар атқарар ма еді? Құлақ, көз және мұрын болмаса, адам ести, көре және ауа жұтып, иісті сезе алар ма еді? Бәрің де адамға келесіңдер, бір-біріңді сыйлап өмір сүріңдер деген екен. Енді осы мәтінге байланысты балалар, тапсырма орындайық. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Бірінші тапсырма. Әр сұрақтың жауабын тауып сәйкестендір. Бұл тапсырма орындауда сендерге қиындық болмайды деп ойлаймын балалар. Тапсырманы орындауға кірісейік. Тапсырманы орындап болсақ, тексеріп көрейік. Екі көзің не үшін керек? Жақсыларды көру үшін. Екі қолың не үшін керек? Елге көмек беру үшін. Құлақ деген не үшін керек? Ақыл кеңес тыңдау үшін. Ал аяғың не үшін керек? Туған жерге қайту үшін. Тапсырманы дұрыс орындадыңдар деп ойлаймын балалар. Жақсы, жарайсыңдар. Ендеше келесі тапсырмаға назар аударайық. Берілген әріптер қатарындағы жасырынған я әрпі бар сөздерді тауып оқы. Тапсырманы орындауға кірісейік.
Тапсырманы орындап болсақ, тексеріп көрейік. Бірінші қатардағы жасырынған сөз аян, екінші қатардағы жасырынған сөз тұяқ, үшінші қатардағы жасырынған сөз аялдама, төртінші қатардағы жасырынған сөз қия, бесінші қатардағы жасырынған сөз сия деген сөздер шықты екен. Жарайсыңдар балалар, тапсырманы толық орындадыңдар деп ойлаймын. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Төменде берілген сөздердегі көп нүктенің орнына тиісті әріптерді қойып жазып, оның себебін түсіндір. Тапсырманы орындап болсақ, тексеріп көрейік. Көп нүктенің орнына қандай әріп жаздыңдар? Дұрыс, я әріпін жаздық. Ендеше қандай сөздер шықты, оқып көрейікші. Ияз, дәрия, ұрқия, сия, зиян деген сөздер шықты. Бұл сөздерде и-а әрпі естілгенімен, я әрпі ғана жазылады екен. Жақсы балалар, жарайсыңдар. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Жұмбақты оқып, жауабын тап. Жұмбақтың шешуіндегі сөзге дыбыстық талдау жаса. Қалқиып ұзын құлағы елеңдеп қорқып тұрады. Жұмбақтың жауабы не, балалар? Дұрыс, қоян. Қоян деген сөзінде қанша буын, қанша әріп, қанша дыбыс бар екен? Жарайсыңдар балалар. Қоян деген сөзінде 2 буын, 4 әріп, 5 дыбыс бар екен. Балалар, бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Бүгінгі сіздерге оқу тапсырмасы құстарға қамқорлық тақырыбында берілген грек сөздермен әңгіме құрап жазып келесіздер. Бүгінгі тапсырманы толық орындаған балаларға 10 балл, 3 тапсырма орындаған балаларға 6 балл, 2 тапсырма орындаған балаларға 4 балл қоямын. Бүгінгі сабақта сіздер қазақ тіліндегі я әрпіне байланысты ережелерді білдіңдер, я әрпі бар сөздерді дұрыс жазып үйрендіңдер, адамның дене мүшелеріне қатысты ақпараттармен таныстыңдар. Сау болыңдар.